Баршаңызға қайырлы күн достар. Тандыр самсаны қазанда жасауды үйреніп алдым. Барлықтарыңызға осылай жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің YouTube арнама тіркеліп алыңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, бір жұмыртқа, тұз, уксус және де салқын су керек. Алдымен қамырымызды илейміз. Ол үшін суға тұзымызды қосып, қазір төменге неше мөлшерде керек екенін барлығын жазып қалдырамын. Одан соң уксусымызды салып, жақсылап араластырып, ұнымызға осылай шұңқыр жасап аламыз, дөңгелектеп. Осының ортасына бір жұмыртқамызды, одан кейін суымызды қосып, барлығын араластырамыз. Қасықпен алдымен осылай араластырып алып, одан соң қолымызбен қамыр илейміз. Ұндарыңыз сәл көбірек болып кетсе, сәл тұзды су қосып жесеңіздер болады. Мінекей осылай қолымызбен илеп алып, таза пакетімізге салып, қамырымызды демалдырып аламыз. Және де әр 5 минуттан кейін қайтарып илеп тұрыңыздар, сонда қамырларыңыз әдемі болып шығады. Енді қамырымыз дайын болғанша салмасына мен алдына турап қойдым. Пияз 3 дана, одан соң қойдың етін және де құйрық майдың барлығын осылай 4-1 етіп турап алып, қызыл перец, қара перец, одан соң жарты шай қасық тұзымызды қосып араластырып алдым. Және де аздап осындай сұйық май қосып жесеңіздер болады. Барлығын араластырып алдық. Мінекей салмамыз дайын. Қамырымыз да дайын болып қалды. Мінекей осыны екі бөлікке бөліп жаятын боламыз. Ұнымызға аунатып, қамырымызды жаямыз. Қамырларыңызды сәл жұқалау етіп жайып шықсаңыздар болады. Мінекей осылай жайып болғаннан кейін ерітілген сары майымызды осылай қолымызбен әдемілеп жағып аламыз. Одан соң қамырымызды орап бір шетке алып қоямыз. Енді қамырымыздың екінші бөлігін дәл осылай жайып аламыз. Бұл қамырым алдыңғы қамырға қарағанда сәл кішілеу болып қалды, бірақ сіздер бірдей етіп жайып алыңыздар. Менде балам, яғни қызым жылап қалды, сондықтан қамырым сәл кішілеу болып қалды. Алдыңғы жайған қамырларыңызды ішіне салып, екеуін бірге қосып біріктіріп орап аламыз. Мінекей іші слайоны осындай күшті болып шығады. Сәл үлкенірек етіп осылай кесіп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кесіп алсаңыздар болады. Үлкен болған қаласаңыздар, үлкенірек кесіп алыңыздар, немесе орташа етіп барлығын кесіп шығыңыздар. Осылай жайып болғаннан кейін ешқандай ұнға аунатудың қажеті жоқ. Барлығын жайып алып, осылай ортасына салмамызды көбірек етіп қосып, дәл видеодағыдай түйіп шығамыз. Осылай қайтарып бір шетке орап шығамыз да астын жақсылап жабыстырып аламыз. Мінекей самсамыз осылай түйіледі, дайын болды. Барлығын дәл видеодағыдай түйіп шығамыз. 3-1 етіп түйсеңіздер де болады. Түйілген қамырларымыздың бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып аламыз. Барлық самсамызға осылай жағып болғаннан кейін осылай қазір өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кунжут сепсеңіздер болады. Мен жұмыртқаның сарысына осылай қолым саусағын батырып, одан кейін кунжутке батырсаңыздар, барлығы біркелкі алынып жабысатын болады. Одан кейін осындай қара кунжут жабыстырып, яғни үстіне сеуіп шықтым. Мінекей дайын болды. Енді қазандарыңызды қыздырып, астын бірінші қыздырып аламыз, одан кейін астын орташа етіп қойып, самсаларымызды жұмыртқаның ағуызына аунатып осылай жабыстырып аламыз. Және де бұл жерде бір ескертетін жағдай, мен самсаны төмен жабыстырып қойыппын. Сіздер бұдан да сәл жоғары етіп жабыстыруға кеңес беремін. Өйткені қазір піскен кезде самсаның майы түбіне баратын болады, сол кезде түбі сәл күйетін болады. Сондықтан жоғарырақ етіп жабыстыруға кеңес беремін. Астын одан кейін жарты сағаттан кейін астын жай қойып пісіреміз.
осылай әрбір 10 минут сайын бетін ашып қарап тұрыңыздар. Мінекей самсаларымыз дайын болды. Бұл жерде өте дәмді тура көшенің тандыр самсасындай болып шығады. Іші де сочный болып тұрады. Барлықтарыңызға дәл менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Барлықтарыңызға видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар.